Қызанақтарға арналған дәруменге толы қорек дайындайын деп тұрмын. Ол үшін 10 литр жылы суға 1 литр сары су құямын. Бісміллә. 2 ас қасық езілген кір сабын құямын. 30 тамшы йод және 5 грамм бор қышқылын саламын. Осының бәрін жақсылап араластырып, қызанақтардың жапырақтарына сеуіп шығамын. Бұл қызанақтарға жапырағы арқылы баратын дәрумен, біріншіден осы жерде болатын әртүрлі зиянкештер әкелетін ауруларға қарсы күрес, және екіншіден қызанақтың мол өнім беруіне өте көп пайдасын тигізеді.